Ақтауда кәмелетке толмаған қыз зорлау дерегін естіген бір топ азамат жағдайды анықтамақ болып, бір аудандағы үйдің ауласына жиналған. Олар әлеуметтік желіде тараған ақпаратқа сенген болса керек, өздері қызды зорлады деп ойлаған адамның үйіне кірмек болған. Ал әлеуметтік желілерде жәбірленуші мен күдікті туралы анық-қанығы белгісіз мәлімет таратқандарды полиция іздеуге кіріскен. Құқық қорғау органының өкілдері өзге де ақпарат тергеу аяқталғанша жарияланбайтынын айтты. Карантин уақытында топ болып жиналып, мәселені анықтамақ болғандардан полиция анықтамалған соң үйлеріне босатқан. Кеше 12 мамырда қаламыздың 5 ауданынан 4 үйінің қасында бір топ жастар әлеуметтік желіден естіп, білген қылмыс дерегінің мән-жайын анықтау үшін жиналып, өздерінің азаматтық пікірлерін білдіргісі келген. Осы азаматтар Ақтау қалалық полиция басқармасына жеткізіліп, профилактикалық сұхбаттан кейін үйлеріне жіберілген.